Омар Хайям, қазақша нақыл сөздері. Өзіңмен күресу арқылы ғана сен биіктерге жетесің. Егер сіз мейірімділік үшін алғыс күтсеңіз, сіз онда мейірімділікті сыйламайсыз, сіз оны сатасыз. Өзендерді, елдерді, қалаларды ауыстырамыз, басқа есіктер, жаңа жылдар, ал біз өзімізден ешқашан ешқайда кете алмаймыз. Тек мәнді ерлерге лайықты сөйле, тек жауап бер, мырзаның сөздерін сөйле, құлақ екеу, ал бір тіл кездейсоқ берілмеген, екі рет тыңда, бір рет сөйле. Сараң адам, заман жаман деп жылама, сенде не бар соның бәрін жұмса, есіңде болсын өмір біреу, қанша алтын ұрласаң да бұл жерден басқа әлемге елестетіп көр, тіпті бір уыс астықты да алып кете алмайсың. Тамшылардан тұратын мұхит керемет, материк шан бөлшектерінен құралады. Сенің келгенің мен кеткенің маңызды емес, жай ғана бір сәт терезеден шыбын ұшып кеткенмен тең. Тозақта жан емес, дене жанады, біз емес біздің кінәлі істеріміз. Мен қолымды сулап отқа қойдым, су жанып кетті, бірақ қол бүтін. Кейбір бақыттыларға әлемді сыйға тартады, қалғанына соққыдан кейін соққы береді. Басқалардан аз көңіл көтерсең мұңайма, басқаларға қарағанда аз зардап шеккеніңе қанағаттан. 100 сұлуды шақырма, маған олар керек емес, маған тек біреуі ғана керек, басқаларына қарағанда сүйкімдірек. Өлімді, кешегі шығындарды жоқтама, бүгінгі істі ертеңгі күнмен өлшеме, өткенге де болашаққа да сенбе, қазіргі минутқа сеніңіз, қазір бақытты болыңыз. 5 минутқа кеткен кезіңізде артыңыздағы есіктерді жаппаңыз, оны түсінетіндерге қалдырыңыз, қайсысы сізге сенім артады. Әдемі болу олай болып туылу емес, өйткені біз сұлулықты үйрене аламыз, ал адамның жаны сұлу болса, онымен қандай келбетті салыстыра аласың. Бақыт батылға беріледі, тыныштықты ұнатпайтын. Сен бақыт үшін суға да, отқа да бар. Құдай алдында бүлікші де, бағынушы да тең. Кейінге қалдырма, өз бақытыңды жіберіп алма. Құдайсыздықтан құдайға дейін бір сәт, нөлден соңына дейін бір сәт. Асылды бағала, бұл осы сәт. Өмір аз да, көп те емес, ол да бір сәт. Көңіл көтер, ағынды тұтқында ұстай алмайсың, бірақ қашып бара жатқан ағын еркелейді. Әйелдерде де, өмірде де тұрақтылық жоқ, бірақ сенің кезегің келеді. Нені жоқтау керек, тынысыммен ант етемін, өмірде екі елеусіз күн бар. Мен үшін естелікке айналған, және мен үшін келмеген күн. Барлығы сатып алынады және сатылады, және өмір бізге ашық күледі. Біз ашуланамыз, біз ренжиміз, бірақ біз сатыламыз және сатып алынамыз. Даладағы желдей, өзендегі судай күн өтті. Ол енді ешқашан қайтып келмейді. О, достым менің, шын өмір сүрейік, өткенге өкіну қиындыққа тұрарлық емес. Бүгін ертеңгі күнді басқара алмайсың. Сенің жоспарларың ертең ұйқымен шашырап кетеді. Егер сен ақылсыз болмасаң, бүгін өмір сүр. Сен осы жердегі барлық нәрсе сияқты мәңгілік емессің. Үнемі өзіңізді мазалаудың қажеті жоқ. Мұнда жер бетінде рақымға ие боламын деп, саған не тиесілі болса, соны аласың. Және артық емес, кем емес, және күтетін ештеңе жоқ. Мен әлемді шахмат тақтасымен салыстырар едім. Сол күн, сол түн, ал пешкалар. Біз сені мен, жылжытады, итермелейді және ұрып соғады. Жүрегіңді қанға бөлеп биікке жетесің. Алыстағы үлкен жетістіктер туралы бұл бос армандар. Өзіңмен күресу арқылы ғана сен биіктерге жетесің. Біз күнәсіз келеміз және күнә жасаймыз. Біз көңілді келеміз және қайғырамыз. Ащы көз жаспен жүректі күйдіреміз және шаңға барып өмірді түтін сияқты таратамыз.
Ақыл парасат базарда сатылды, оларға қосымша қарттық берілді. Адамдар өтіп жатты, бірақ алмады. Олар ақшаларын жасырып үнсіз кетіп жатты. Ақымақтық базарда сатылды, оған қосымша жастық шақ берілді. Адамдар келіп оларды сатып алды. Олар қайтарымды ұмытып кетіп жатты. Бақыттан бақытты болсаң, ақымақ болма. Егер бақытсыз болсаң, өзіңді аяма. Жамандық пен жақсылықтың анығына жетпей, Құдайға жаба салма. Онсыз да Құдайға 1000 есе қиын. Сәлеметсіздер ме? Менің арнама қош келдіңіздер. Тіркеліп, лайк қойып, пікір жазуды ұмытпаңыздар.